Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жылдам, өте нәзік болып шығатын алмамен жасалатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып отырыңыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны және қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін сары майымызды салып, тағы да араластырамыз. Келесі ұнды және қопсытқышты салып, жақсылап араластыру керек болады. Міне біздің массамыз осылай дайын болады. Келесі корица және мускатный орехты өзіңіздің қалауыңызша қосуыңызға да болады. Содан кейін алмамызды турауға кірісеміз. Алманың сыртын тазалап, ішіндегісін алып, қалауыңызша жіңішке кубиктап турауыңызға болады. Содан кейін дайын болған массамызға салып, жақсылап араластырамыз. Келесі пергаментті төсеп, формаға құйып, оның бетіне вареный сгущенкамызды осылай видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте нәзік, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Әсемдік үшін бетіне қант ұнтағын сепсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Алманы және алма мен корицаның қосындысын ұнататын жандар үшін өте керемет пирог. Жақындарыңызбен бөлісіп, менің каналыма тіркеліп қойыңыз.